Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дәмді болып шығатын әрі жасалу жолы оңай, мейіз қосылған кекс дайындаймыз. Видеоның соңына дейін тамашалауға кеңес беремін. Ең алдымен еріп тұрған бөлме температурасында тұрған маргарин үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Яғни бұл жерде қантымыз еруі қажет. Кейіннен үстіне 3 дана жұмыртқамызды біртіндеп жарып аламыз. Жұмыртқамызды жарып болғаннан кейін аздап миксерлейміз. Кейін лопатканың көмегімен осылай шеттерін тазалап аламыз. Яғни шетінде қанттар қалып кетуі мүмкін ерімеген. Осылай тазалап алып, тағы да толыққанды миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін оның үстіне разрыхлитель салып, екеуін онымен бірге араластырып, ең соңында осылай жұмыртқамыздың үстіне салып, тағы да араластырамыз. Ең алдымен осылай араластырып алу қажет, өйткені ұнымыз шашырамас үшін. Және кейіннен миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін алдын ала жуып кептірілген мейізімізді салып, қастың көмегімен осылай барлығын біріктіреміз. Араластырып болғаннан кейін бұл қамырымызды формамызға салатын боламыз. Мен мұнда форманы алдын ала майлап қойдым, және осылай қасықпен құйып, тым қатты толтырмай, барлық формамызға құйып шығамыз. Менде мұнда силиконды форма, және кейін пешімізді қызып тұрған пешке 180 градусқа дейін қыздырып аламыз алдын ала. Және бұл кексімізді 50-60 минутта пісіруіміз қажет. Дайын болған кексіміз міндетті түрде зубочисткамен тексеру қажет. Қараңыздар, кексіміз қалай 2 есе көтеріліп, өте керемет болып шықты. Ең сонда бұл кекстің үстіне мен сахарный пудраны сеуіп шықтым. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Таңғы ас шайға немесе кез келген шайға арналған өте дәмді кекстер.